Сәлеметсіздер ме? Диди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен комбинезонды ары қарай жалғастыратын боламыз. Мінекей мен тоқып алып келдім. Алынғы видеода мен сіздерге тағы да бір листик жапырақтың жаңағы узорын тоқып алып келіңіздер дедім ғой, яғни 4 қатар, иә. Мен тағы да 4 қатар тоқып алып келдім, яғни 8. Менде барлығы получается 8 так, 8 16 17 қатар болды ғой. 17 қатар. Қазір экранға схемасын салатын боламын. Жаңағы комбинезон қандай немен, жаңа размерлермен тоқылып жатқанын. Сол неге жаңа схемаға қарап, осы комбинезонды қандай размермен тоқып жатқандарыңызды өлшеп алыңыздар. Менде жаңағы кеуде орамына дейін, мойын орамынан мен 3 айдан 6 айға дейінгі балаға тоқып жатқаннан кейін менде 13 сантиметр где-то шығып тұр болатын. Одан кейін міндетті түрде осы кеуде орамын өлшеп алыңыздар. Схема бойынша мен жаңағы суретін бүкіл бетке анық шығару үшін тұрсам, сол себепті содан қарап алыңыздар. Ал бүгін енді барынша қалған тоқуға тырысамыз. Ал ендеше кеттік. Қазіргі қатарда біз жеңін біріктіріп шығаруымыз керек. Соны бастаймыз. Ол үшін осы узорға дейін қайталап, узордың және бірінші арттырма бар ғой, осы шетке дейін қалай біз тоқимыз басын, тура солай бастап тоқып алып келеміз узорды да. Осы бірінші арттырма, узордан кейінгі бірінші арттырма болатын жерге келген кезде тоқтаңыздар. Қалғанын армен қарай көрсетемін. Мені қараңыздар, бірінші арттырмаға келдік. Узорды дәл солай мен қалай тоқылады, солай тоқып шықтым. Енді осы шетте бірінші арттырма болатын жерге бір ілмекті баған екі стенасына да аламыз да, екі ілмегіне де. Одан кейін 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бос ілмек алдық. Одан кейін артқына регланный бой бар ғой, регланный. Біз жаңағы арттырма, 3 арттырма болады ғой. Сол жерге келеміз да. Осы арттырманың ең басына яғни ортасында арттырма болатын жерге бір ілмекті бағанмен біріктіреміз. Одан кейін тағы да бір ілмекті баған аламыз осы шетке. Ал қалғандарын за заднюю стенку, яғни екеу болды, біреуінде. Қалғандарын за заднюю стенку тоқып, артқа бой бар ғой, соны осы басында 3 арттырма болатын жерге дейін тоқып алып келеміз за заднюю стенку, бір ілмекті бағаннан. Мінекей қараңыздар, арттырмаларға келдім ғой. Енді сол арттырманың біріншісін, жаңа 3 арттырмада біріншісін за заднюю стенку оламын да. Ал екіншісіне екі өрмесіне де бір ілмекті бағана біреу, және де сол жерге тағы да біреу алам. Содан кейін 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бос ілмек алып. Так, бізде арттырма болды ғой, соның екіншісіне, біріншісіне емес, екіншісіне бір ілмекті бағанмен біріктіремін.
Тағы да сол жерге тағы да бір ілмекті бағана аламын. Мінекей. Сонымен біз жеңін біріктірдік. Енді әрмен қарай узор сол өз бойында жалғасып кете береді. Осы аяғына дейін. Сол күйінде аяқтап алып келіңіздер, одан кейін келесі қатарды тағы да көрсетемін. Достар, мінекей қараңыздар, мен алдыңғы қатарды аяқтап, одан кейінгі қатарды дәл қалай біз бастаймыз, солайынан бастадым. Узорға дейін бұл қатарда немен ерекшеленеді, ол то, что біз узорға дейін екі шетінен арттырма жасайтын едік қой бір-бірден. Сол арттырмалар енді болмайды. Яғни екі арттырма тұр ғой, көрдіңіздер ме? Мына бір ілмекке екі бір ілмекті баған тоқып тұр. Соның біріншісіне біз за заднюю стенку алатын едік, ал келесіне тағы екеу жасайтынбыз. Ал енді бұл қатарда олай екеу жасамаймыз. Мына екіншісіне тоже за заднюю стенку аламыз да, әрмен қарай узорды жалғастырып, узорды жалғастырып кетеміз да. Мінекей узорды аяқтағаннан кейін мына арттырма бар ғой, осы арттырмада кездесеміз. Мінекей узорды аяқтадым. Енді арттырмаға келдік. Соның арттырманың, яғни біріншісі де бір ілмекті бағаннан, келесі де бір ілмекті бағаннан тоқылады да. И мына біз жаңа арттырма жеті бос ілмек жасадық қой, соның артқы ілмегіне, яғни мына келесісіне, бергісі емес, келесісіне бір ілмекті бағаннан жалғастырып, осылайынан тоқып алып келеміз. Яғни ешқандай өзгеріссіз сол бір ілмекті бағаннан артқы за заднюю стенку ілмегіне тоқылады да. Және де соңғысы жетіншісі. И мына жерде бізде екі арттырма болды ғой, сол тоже арттырмалар болмайды. Осылайынан артқы стенасына бір ілмекті бағаннан тоқылып кете береді. Яғни мына келесі жең жағында да тура солай болады. Узорға дейін, узордан кейін арттырма жасамайсыздар. Жаңағы узорды ғана тек за обе стенки аласыздар да, қалғанның барлығы почти за заднюю стенку тоқылып кете береді. Достар, мінекей қараңыздар, мен өзімнің қатарымды аяқтап бітірдім. Біз жеңді кеуде бөлімнен ажыратып қойдық. Енді жеңін кейінірек тоқитын боламыз. Қазірше денесін жаңағы комбинезонның осы дене бөлімін тоқу керек болып тұр. Біз осы қатарды қалай тоқыдық? Тек бізде узордың ғана тоқымалары өзгеріп тұрады, саны. Қалған басында да косичка узоры ғана өзгеріп тұрады. Қалған сол ілмек болып, қанша ілмек біз осы қатарда тоқыдық, араларында, артқы бөлімде сол дәл солай болып қалады. Осы жең бөлімінде бірге біз жаңа 7 воздушный петля тоқыдық қой, осылай тоқып жалғастырып кете бересіздер, айландырып. Қазір схема шығады, сол схема бойынша кімге қанша сантиметр. Мен 3-тен 6 айлық балаға тоқып атқаннан кейін менде 29 сантиметр.
болады. Мен яғни мына басынан бастап мына тоқыған жеріміз 29 сантиметр болу керек, тоқитын жерім. Сол 29 сантиметрге жеткенге дейін өзім тоқып алып келемін. Сіздер де схемадан қарап, сіздерге қанша керек, соны соншалықты ұзын қылып тоқып алып келіңіздер. Достарым, мінекей қараңыздар, мен өзіме керекті ұзындықта тоқып алып келдім. Енді сіздер де тоқып алыңыздар. Жаңағы мен ұзындығын, қанша ұзындықта тоқу керек екенін қалдырамын схемада. Сол ұзындықта тоқып алыңыздар. Одан кейін енді армен қарай не істейміз? Мына осы жерде тұр қой, соған 1, 2, 3, 4 бос ілмек алып, мына бастапқыдағы ілмек, осы жерде бір ілмекті бағанмен біріктіреміз. Біріктіріп, мына где-то жасырып жібереміз. 1, 2 бос ілмек алып, шығарып, енді мына жіпті жасырып жіберу керек. Қазір біз міне көрдіңіздер, енді мынаны тоқып жіберу керек болады. Енді қай жағынан жалғастырамыз? Біз жалғастырамыз. Мынау узор бар ғой, жапырақтың узоры, сол жерден рельефный бірінші столбик тұр ғой, сол рельефный жерден бір ілмекті бос ілмек аламыз да, осы рельефный тұрған шовтың үстінен осылайынан бос бір ілмек алып, армен қарай узорды жалғастырып кете береміз. Сіздер қандай рисункта қалғандарыңыз білмеймін. Мен осы рисункта тұрмын, сол себепті мен әрмен қарай өз рисуногым бойынша жалғастырып кете берем. Жіпті міндетті түрде тоқып, жасырып жіберіңіздер, чтобы бұйым әдемі болып шығу үшін. Осылайынан ары қарай айландырып алып келе бересіздер, айландырып тоқып. Одан кейін қалай екінші қатарды бастайтынын көрсетемін. Тек мына жерде бір өзгеріс, мына осы косичкасы тоқылмайды. Қазір мен оны көрсетемін. Мынаны айландырып узор жалғастырып алып келейін, осы косичкаға дейін, содан кейін көрсетемін. Достарымнан қараңыздар, мына шетте косичкасы, яғни бір ілмекті баған болып, үшеу ғой өзі косичканың ілмектері, сол үшеудің орнына бір ілмекті бағаннан тоқылып, косичка осы шеттен тоқтайды. Яғни мына жерде 4 бос ілмекке 4 ілмекті бағаннан заднюю стенку тоқылып кетті. Міне қараңыздар, енді мен осы жерден бастап едік қой біз алдыңғы қатарда. Енді осы шетте қараңыздар, мына узордың басымен біріктіреміз да, одан кейін айландырып 2 бір ілмекті, 2 бос ілмек алып, ары қарай, артқа қарай айландырып, жалғастырып тоқып алып келеміз. Өйткені бізде мынандай қатпар-қатпар сияқты болып шығу үшін қажет ол. Міне бірінші қатпар шықты, енді мына келесі осындай болып шығу үшін біз артқа қарай тоқып жатырмыз. Енді осылайынан жалғастырып, бірінші қатар аяқталынды, екінші қатарды мен осылай тоқимын.
жалпы 5 қатар болу керек. 5 қатар, сол 5 қатардың біріншісі міне жаңағы мынандай болса, келесі осындай болады, одан кейінгісі осындай болу керек. Осылайынан 5 қатар, тағы да 4 қатар тоқып алып келіңіздер. Міне қараңыздар, жаңа бастаған қатарды аяқтадым. Енді деген мінекей жаңа біз 2 бос ілмек алдық қой, сол 2 бос ілмектің басына біріктіріп қайтадан бастаймын. 2 бос ілмек алып артқа кетемін қайтадан. Көрдіңіздер ме? Енді осылайынан тағы 3 қатар тоқып алып келем. Яғни бастадым, қайтадан артқа кетем. Бастадым, қайтадан артқа кетем. Солайынан тағы 3 қатар тоқып алып келем, сонымен аяқталынады. Достар, мінекей қараңыздар, 5 қатарды аяқтап алып келдім. Мен даусыма мән бермеңіздер, ауырып қалған болатын, сол себепті қатты мән бермеңіздер. Ал енді мына жерде біз жаңағы алдыңғы бой мен артқы бойды біріктіреміз. Ол үшін 1, 2, 3, 4 ортаға тоқыған 4-еу бар ғой, сол 4-еуін былайынан алып келеміз да міне. Және 2 шетінен 2 қосып, сонда 8 болады. Осыны маркермен белгілеп қоямыз. Артқы бойынан тоқимыз басқа жіппен. Қараңыздар, за заднюю петельку үш бос ілмек алып артқы за заднюю стенку сегіз бір ілмекті баған болу керек. Үш бос ілмекті санағанда 8 болу керек. Мен жіпті тоқып жіберіп жатырмын. Осылайынан тағы да міне біз қазір бірінші қатарды бітеміз ғой. Осылайынан тағы да 4 қатар тоқу қажет. Бір, үшеу, алтау, жетеу, міне соңғысы 8. Осылайынан тағы 4 қатар тоқып алып келеміз, содан кейін кездесеміз. Достар, мінекей қараңыздар, менде 5 қатар болды, 4 қатар тоқып алып келдім. Соны енді мына артқы боймен біріктіреміз. Ол үшін мен басынан бастап екі узордың арасындағы жаңағы петлялардың сандарын
ровно 2-ке бөліп, соның ортасындағы 8-ін алдым, иә, мына 2-ке ровно бөлдім да, мына жағынан 4-ке жылжыдым, мына жағынан 4-ке жылжып. Енді қазір соған біріктіремін. Біріктіру үшін мінекей мен белгілеп алдым. Тоже за заднюю стенку біріктірсе болады мінекей. Біріктіру өз қалауларыңызға байланысты. Әркім как бы өзі біледі, қалай біріктірсе де. Мен жаңағы мына тоқыт қой 5-еу. Осымен мына артқы бойдың алдыңғы стенасын екеуінің ілмектерін біріктіріп жатырмын. Сіздер өздеріңізге қалай ұнайды, солай біріктірсеңіздер болады. Все, мінекей. Енді мына маркерді алып тастап, жіпті 1-2 ілмек жасап шығарып кесіп алып тастадым. Қазір тоқып жіберуге болады. Мінекей ауыл бірікті. Енді біз көргендеріңіздей мен мына жіпті қырып тастаған жоқ едім. Осы жіппен жалғастырамын. Аяғын тоқып сіздерге көрсететін боламын, қалай тоқитын. Мінекей достар, бітірдік қой. Енді мен сразу бір аяғын тоқып қойдым. Планкасымен бірге. Сіздерге қазір екінші аяғын көрсететін боламын. Алдыңғы мен тоқтаған жерден сол узорды біз өзі қатарларды осы узордан бастап едік қой, байқалмас үшін, е. Сол себепті қазір тоже осы узордан әрмен қарай жалғастыратын боламын. Мінекей мен осы шеттен тоқтадым. Былайынан кете алмаймын, мен қарама қарсы кетем. Всегда сол осындай бірі осындай теріс, бірі оң сияқты осындай ряд шығу үшін аяқтадыңыздар, қайтадан сол аяқтаған жерден сол жаққа қарай кетесіздер. Қазір мысалы мен былайынан тоқып алып келсем, одан осы жақтан тоқтаймын ғой, қайтадан обратно осылайынан кетем, былайынан емес. Сол сияқты қатар-қатарынан сөйтіп жасап отырасыздар. Ал ендеше аяқты тоқып бастайық. Мынау угол бар ғой, осы ауы тоқылды ғой, осы ауы тоқылған екеуінің уголға дейін бір ілмекті бағаннан тоқып алып келдіңіздер. Одан кейін осы жерде қысқару болады, сол қысқаруды көрсетейін. 2 воздушный петля аламын да мен. Екі воздушный петля алып, за заднюю стенку, мына артқы стенкасына осылайынан бір ілмекті бағаннан тоқып бұрышқа дейін алып келемін. Мына уголға келдік қой, енді осы уголда қысқару жасаймыз. Қараңыздар, бір ілмекті бағанды аяқтамай, келесін жәннен тағы да біреу аламыз да. Екеуінің басын бірігіп шығарамыз. Келесі жәннен тағы да біреу аламыз да, мінекей. Мынау
бізде бір ілмекті баған еді ғой, тек горизонтально жатқан, сол екеуінің басын біріктіреміз. Бір горизонталь жатқан мына бір ілмекке екеуден шығады ғой сонда. Түсіндіңіздер ме? Сонда мінекей мынау біреу, біреу жатыр. Соған біреу алдым мінекей. Тағы да біреу алам. Осылайынан. И мына жіпті тоқып жіберу керек. И тоже мынау келесі углына жақындайсыздар ғой, сол углда тағы да бір қысқару болады. Сонда басында всегда екі қысқа, бір қысқару және бір қысқару, екі қысқару болып отырады ауда. Мінекей қараңыздар, мынау келесі бұрышы, сол бұрышта тағы да бір ілмекті біріншісін бастапқысын аламыз да, біреуіне соңғы. И жәндегісін екеуінің басын біріктіріп шығарамыз. Яғни қысқару болды. Екі аяқтың да ілмек саны бірдей болу керек. Мысалға мына жақта қанша бір ілмекті баған бар, осы жақта да сонша бір ілмекті баған болу керек. Одан кейін айта кететін жайт, міне осылайынан келесі қатарлардың барлығы енді өйстіп міне екі қысқару болды ғой, міне. Сонда келесі қатарда да тағы екі қысқару болады, міне. Қысқару болып, мен сіздерге көрсетейін, міне. Мына жерде көрінеді ме, міне. Осылайынан мінекей міне үш бұрыш болып шығу керек. Мына жақтан қысқару, осылайынан қысқару болады да, сол мына соңғы екі қысқару бір-біріне жетеді, мінекей осылайынан. Бір вершина болады да, осы шеттен бастап келесі қатардың барлығы уже қысқарусыз болады. Сонда мен қанша қатар тоқыдым? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар қысқару болады екен ғой, сонда 2-2-ден. Көрініп тұрма сіздерге? Міне осылайынан, міне үшбұрыш болып тұр. Сіздер де дәл солай жасайсыздар. Осылайынан үшбұрыш болып шығу керек, қысқару болып. И сандары екі аяқтың мына жақта қанша менде болды? Мына келесі аяқта да тура сондай болу керек. Шатасып кетпеңіздер. Одан кейін соңғы аяқтың қатарындағы узоры мынау екеуі сәл басқашалау тоқылады. Мен оны соңында көрсетемін. Қалған өздеріңіздің размерлеріңізге қарай тоқып келіңіздер. Мен 3 айлық және де 6 айлық, 3 пен 6 айлық балаға тоқылып жатқаннан кейін мен 21 қатар тоқыдым. Одан кейін мына планкасы бар. Сонымен мен қазір 21 қатар тоқып алып келемін. Мінекей осымен аяғы аяқталынды. Соңғы екі қатарындағы мына узорында, жапырақ узорында өзгерістер болады сәл. Мына арасында мен схемасын қалдырамын. Сол схемаға қарап тоқисыздар. Чтоб бірдей болу үшін сәл мына арасындағы нелердің санында айырмашылық болады. Қалғандары бірдей болып тоқылады мінекей. Енді осыны кесіп жіпті кесіп 1-2 ілмек алып мынаны қазір тоқып жіберем мен. Енді басқа түсті жіп алып, манжетный. Енді осыны қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Бір бос ілмек алып, қалаған жағын мысалға арт жақтан болсын, бұл жақта особо қатты рөл играть етпейді.
шет нем болсын. Осылайынан за обе стенки аламыз. Осы манжетник тоқығанды бір рет үйреніп алсаңыздар, қолында да, жағасында да, етектердің барлығында осы манжетник біреу өзі орын алады, біреу, екеу, үш воздушный петля аласыздар да. Тура сол жерге бір ілмекті баған аласыздар, за обе стенки. Ары қарай міне осылайынан айландырып, бір ілмекті бағаннан алып шығасыздар. Сон біріктіріп, біріншісіне аяқтаймыз. Мінекей, бір ілмекті баған қылып айландырып алып келдім. Енді біріктіріп, үшеуін емес, біріншісіне көріп тұрғандай, осы біріншісіне біріктірем. Біріктірдім. Енді сразу бос ілмек алмай, ілмек алып, үстің жағынан жаңа рельефтің узор сияқты бар ғой, сондай аламыз. Осы оң бетінен алған оң, ал артқы бетінен алғаны міне, қазір артқы бетінен аламыз. Теріс деп екіге бөліп алайық, сонда қараңыздар. Үшіншісі міне оң болады. Төртіншісі теріс. Алдынан алсаңыздар оң, артынан алсаңыздар теріс. Осылайынан айландырып, тоқып алып келеміз. Соңында бар ғой, желательно теріспен бітіру керек. Менде мысалға екеу қалып қалды, сонымен теріспен біреуін ғана бітірем да. Көрдіңіздер ме? И біріктірем. Біріктірем да, сразу мына оң бір ілмекті баған алдық қой біз. Сол оң бір ілмекті бағаннан сразу бастап мінекей. Жалғастырып, оңын оң, терісін теріс қып тоқи береміз ары қарай. Оңын оң, терісін теріс қып. Осылайынан осы қатарда аяқтайсыздар, және де тағы да біреу. Тағы да бір қатар тоқып шығасыздар, сонымен общий төртеу болады. Бірінші жаңа тоқығанымыз біз бір ілмекті бағаннан за обе стенки, одан кейін уже оң теріс бастадым. Бірінші қатарда аяқтадым, екіншісін бастап жатырмын. Тағы да бір қатар тоқу керек. Сөйтіп планканың барлығы солайынан тоқылатын. Сонда мындай болып шығатын. Осындай болып шығу үшін осылай тоқимыз. Мінекей, жаңа 4 қатар болды. Барлығы общий санағанда. Сонымен енді жібін қырқып алып, ара жағына тығып салып жібересіздер. Өстіп 1-2 ілмек алып қатты қысқа қылып кесіп қойыппын. Сәл кішкене ұзынырақ қылып кесіп, 1-2 ілмек жасап, жасырып жібересіздер ғой. Ал ендеше қолына келдік. Мына қолын қалай тоқимыз? Қолы мынау осындай рельефный узор бар еді ғой бізде. Сол рельефный узордың үстінен байқалмай кету үшін осының үстінен алуға болады. Мына жеңі. Сіздерде жеңі қатты үлкен болса, онда сіздер мына екі жаңа угловой бар ғой, біз шалбарда етегінде қысқартып қой. Аяғын тоқыған кездеші. Сол сияқты мына екі шетінен қысқартсаңыз болады. Менде қатты үлкен болып тұрған жоқ. Менің өзімнің неме жетіп тұр. Жаңағы қатты дәумен
емес, қатты кішкентай емес, орташа маған көңілмен шықтыр. Сол үшін мен қысқартпаймын. Сіздер егер де қысқартатын болсаңыздар, осы екі қолтығының мына екі шетінен жаңағы угловойынан тағы да қысқаратын болады. Бірақ қысқарса да бір екі-ақ қысқару болады да. Одан кейін арымен қарай бір ілмекті бағаннан тоғылып кете береді. Ал енді ол үшін не істейміз? Мына мен тура мына аяқталып тұр ғой, рельефный узор. Косичка узор ғой мына. Соның рельефный несіне жаңа за заднюю стенку. Өйткені ұмытпаңыздар, я мысалға менікі мынау тұр ғой. Уже как его? Осылай аяқталып тұр, я. Мен келесі мынандай болып шығу үшін осылайынан тоқып баратым. Ал егер де сіздерде керісінше мынандай болып тұрса, онда сіздер былай тоқисыздар, қарама қарсы. Ал мен керісінше былай кетем. Өйткені маған мынандай қылып шығару керек. Солай айландырып тураны қалай біз аяғын тоқыдық, солай да осы жерде тоже тоқимыз. Екі бір ілмекті, екі бос ілмек алып, әрмен қарай былайынан за заднюю стенку айландырып тоқып алып келем. Тек мына жаққа мына осы шетке келген кезінде қалай біріктіретінін көрсетемін, иә. Мына жақта қысқартпаймын. Сіздер тағы да мына қолының ілмектерімен, мына екінші қолдың ілмектері мінекей тоқып қойған мен. Иә, міне осы екеуінікі бірдей болып келу керек. Соны ескеріңіздер. Мен көрдіңіздер ғой, косичка узорын мен екі ілмекті бағанына келген едім. Міне осымен енді мына шетте біріншісіне біріктіріп қатар аяқталынды. Сол кезде осылайынан басталып аяқталып тұрса, байқалмай кетеді. Ал егер де сіздер мысалға мен әдейі мына тоқығанымда, егер де сіздер мына шетінен бастайтын болсаңыздар, қараңыздар, осылайынан кішкене келесі қатарлары бүлініп қалуы мүмкін. Ал егер де мынандай косичка узорын үстінен бітіріп отыратын болсаңыздар, келесі бағанның мінекей басталуы байқалмайтын болады. Ал енді келесі баған қалай? Мен мына шеттен былайынан келіп аяқталды ғой, енді қарама қарсы қайтадан кететін боламын. Бір ілмек алып жібереміз да, бос. Одан кейін сразу мына рельефный узордан былайынан алып тоқып жалғастырып кете береміз. Үш рельефный узорымызды алдық. Косичка өстіп жалғасып кете береді. Қазір екінші айландырып келген кезде мына жақтан біріктіре саласыздар. Сонымен ешнәрсе байқалмай кетеді. Осылайынан қолын қанша ұзындықта керек? Маған мысалға 14 сантиметрде керек. Мен 14 сантиметрде қылып тоқып шығамын. Осылайынан айландырып алып келдім, қарама қарсы кетем. Осылайынан, иә, тоқып кете бересіздер, чтобы мынандай қатпар болу үшін. Солайынан тоқисыздар. Егер сіздер жалғастырып айландырып тоқып кете берсеңіздер, мынандай қатпар шықпай қалады. Соған мұқият болыңыздар. Мінекей жеңін аяқтадым. Мен планкасында бірге тоқып жібердім. Менде жеңнің ұзындығы мінекей санағанда, планкасымен бірге санағанда 14 сантиметр болды, көрініп тұр ма сіздерге? Мінекей планкасымен бірге санағанда міне 14 сантиметр болды менде. Міне ровно көрдіңіздер ме? Міне тоқыған жерінен санағанымда планкасымен бірге 14. Ал енді планкасын алдыңғы түймелік жасайтын жеріне келдік. Мен біреуін тоқып қойдым, екіншісін тоқып көрсетемін қазір. Мына басындағы неде дәл жаңа етейін тоқыдық қой біз. Тура сол сияқты бірінші қатары түгелмен бір ілмекті қатар болып
тоқылады да, келесі қатардан бастап оң теріс бір ілмекті бағаннан тоқылып общий барлығы 4 қатар болады. И мына қолының жеңін жаңа тоққан кезде де дәл солай. Ал енді мына шетін қайтып тоқитынын көрсетейін. Мына бұрышынан ең жаңа бұрышы бар ғой. Екіншісі бірге тоқылады да, мына жерлерінен анау түйме қадалатын жағы кішкене өзгешелеу тоқылады. Міне ілмексіз бағаннан тоқылады. Осы бұрышынан бастап кіргізіп жіпті алып бос бір ілмек алып негісіне қатты алшақ емес, қатты жақында қылып емес. Мына артқы жіпті бірге тоқып жібереміз мінекей. Осылайынан алып қатты жақын емес, көріп тұрғандарыңыздай, қатты алыста емес, орташа қылып осылайынан шеткі жіптерінен алып тесік болып қалмас үшін осылайынан соңына дейін, мына басына дейін бірінші осыны тоқып аласыздар, одан кейін ғана тоқисыздар мына планканы, түймелік қадайтын яғни жеріне. Осылайынан аяғына дейін тоқып келеміз. Мінекей тоқып келдім мен. Қатты көрдіңіздер ме? Қатты арасын ашқан жоқпын, қатты көп те тоққан жоқпын, орташа қылып тоқып шықтым. Енді екінші қатар тоқимыз. Бір бос ілмек алып айландырып қырынан тура мына біріншісіне кіргізіп осылайынан айландырып мына бірінші қатар, ана соңына дейін келеді. Қайтадан екінші қатары барады осы жерге дейін. Тағы да сонда мына екі қатар тоқып келесіздер ғой. Осы тоқып атқанымызды санағанда екі қатар тоқып алып келеміз. Ілмексіз бағаннан. Одан кейін түймелік қайтып жасайтынын көрсетемін сіздерге. Қараңыздар, екі қатар тоқып алып келдім мінекей. Енді осындай түймеліктер, білмеймін сіздер қандай аласыздар. Мен осындай мысалы алсам деп отырмын. Соны өлшеп, міне біреу, екеу, үшеу, примерно төртеу, бесеу. Мына соңғысына да мына жерге бесіншісін қадап, бес, яғни осы түймелік тұратын жерлердің барлығын жаңағы қазір көрсетемін қайтып жасайтынымызды. Бұл детский комбинезон болғаннан кейін түймелер көп болған дұрыс.
бір бос ілмек аламын. Біреу, екеу, үшеу. Үшеуден кейін екі бос ілмек аламын. Екі бос ілмек алып, екі орын тастап, үшіншісіне ілмексіз баған аламын. Ары қарай жалғастырып кете беремін да. Мына түймелікке қадап көрейін, мына түйме сияды ма? Мінекей сияды екен. Осылайынан тұратын болады. Так что екі бос ілмек маған жеткілікті екен. Осылайынан мінекей түйме қадайтын жердің барлығына екі бос ілмек тастап, екі бос ілмек алып, екі орын тастап, үшіншісіне ілмексіз баған алып, осылайынан түймелікті осылайынан белгілейсіздер. Ал мынаны мына жаққа тігесіздер. Қазір осылайынан соңына дейін тоқып келіңіздер, одан кейін келесі қатар қайта тоқылатын көрсетемін. Мен соңына дейін түймеліктер тұратын жаңағы қатар тоқып бітірдім. Енді қайтадан айландырып тоқып алып келе жатырмын. Жаңа біз екі бос ілмек тастаған жерді қараңыздар қалай тоқисыздар. Мына бос екі ілмекке ілмексіз міне бағаннан екеу аламыз. Өйткені екеу тастадық қой. Қалғанын жалғастырып кете береміз. Тура сол жаңа түймелікке жасаған жерге тек екі ілмексіз бағаннан алып, тағы да айландырып, тағы да бір қатар бір ілмексіз бағаннан тоқып шығамыз соңына дейін. Сонымен осы қатар аяқталынады. Мына түймелік тоқылатын планка аяқталынады. Мінекей соңғы қатар аяқталынды. Жібін кесіп, шығарып, осылайынан тоқып кіргізіп тығып жібереміз жібін. Енді оны өздеріңіздер жасайсыздар деп ойлаймын. Мінекей. Ал келесі жағын өздеріңіз тоқып шығасыздар. Самостоятельно. Бұл жақта енді түймелік болмайды. Түймеліктің тесіктері тек 5 қатар қиғашынан айландырып бірінен бірін тоқып шығасыздар. Одан кейін мына түймеліктің жаңағы қарап отырсаңыздар, міне мынаусы бірігіп қалады да, ал мынаусы бос жаңа түймелік былай жабылатындай болу керек. Жақсылап үтіктеп жіберу керек, парлап. Планканы қоспағанда, так, 20 қатар тоқыдым мен, ал аяғын етегі 21 болды. Сонымен комбинезон осылайынан аяқталынды. Міне жеңі барлығын. Екінші жеңінде, екінші аяғында өздеріңіз тоқып келесіздер деп ойлаймын. Осындай әдемі болып шықты. Мына түймелерін тігіп қойсақ, сонымен осылайынан болып шықты.